өтірік өксітпей қоймайды. Қулық, сұмдық, зұлымдықты туғызады. Жануарлар әлемі зиянда. Кәззат түлкібашылық еткелі бері қоғамның тынышы кетті, берекесінен айырылды. Алда барбау, ұрып соғу, зорлық, зомбылық қаламыздың әр қалтарысында жасалып жатыр. Әлділер, әлсіздерге күш көрсетуде, қарапайым халықтың жағдайы тіпті нашар. Ең қорқыныштысы, Түлкібай алдап соғарыптың орынбасары болып, залым ниетті жылан сайланды. Ол қатыгездікпен, қанпезерлікпен жануарларды өте қорқынышты дүниеге дайындап жатыр. Олардың негізгі мақсаты адам баласын өзінің дәргейіне келтіру. Құрметті жолдастар, біздің қуатымыз күннен күнге артып келе жатыр. Артқан сонша өзімізді тиісті дәрежеде қорғай алатын дәрежеге жеттік. Енді бізге ешкім күш көрсете алмайды. Дүние жаралғалы бері жануарларды жаһанамға айдап келе жатқан дұшпанымыз бар. Ол адам. Адам баласының табаны тиген жер әп-сәтте тозаққа айналады. Бұлақтар суалады, табиғат қуарады, жер ана шер төгеді, орман шашы өртенеді. Ал онда мекен ететін біздің бауырларымыз, жануарлар амалсыз ажал құшады. Ол аз болғандай, жаратушы Құдай екенде адам баласына мейірлене қарайды. Жердің иесі адам дейді ол, мейлі солай-ақ болсын. Жердің иесі адам болса, киесі жануар емес пе? Жоқ, енді шыдап жата алмаспыз, көне алмаймыз езгіге. Жердің иесі де, киесі де жануарлар болуы керек. Адам баласының түбіне жетеміз. Жер бетінде тек қана жануарлар қалады. Сен қандай теңдік жайлы айтып тұрсың? Маса, сеніңше құнды жағал тон, түлкі тымақ, қасқыр ішік тепе-теңдік заңына сәйкес пе? Кінәлі сатқану адамның өз табиғатында болса, не шара? Көндемексің ғой. Адам баласы туғаннан жаман болып туғайды, өзгереді. Ендеше, мен де жаман болып туғаным жоқ. Мойныма қарғыс қамтын кигізгенге дейін адамның ең адал досы мен едім ғой. Бірақ менің жалғыз болғым келді. Тәңірді аузыңа аласың. Сол кезде жаратушы балшықтан әлде бір мақұлықты жасап біткен соң, балшық атпаған әлгі бұтқа бас ендер деді. Ләппай тақсырлап періште біткен сәждеге құлады. Мен құламадым. Өйткені мен бұл әрекетінің себебін білгім келді. Ал жауабына не? Бұйрық алдым. Міне, сол кезден бастап менің кеудемнен сүю мен сенім кетті. Ендігі жерде мен не істесем де өз еркім деп шештім. Еркіндік қолға мықтап тиді, Құдай да маған рұқсатын берді. Сен еркін болғандықтан кейін сүйе алмайсың. Себебі сүю деген өтеу, қарыз бен парыз, жауапкершілік. Адамның сенен артықшылығы, ол Алланың алдында жауапты. Оның өтейтін қарызы бар, жүктелген парызы бар. Сен одан адасың. Демек иманың жоқ. Адам сүйе алады, оның иманы бар. Айбын жасырып, абыройын асыратын, айнымас досын айналыпсың ғой адамның. Ал менің жанымды кім түсінгісі келеді? Неліктен менің досым жоқ? Сүю болмаған соң достықта болмайды. Көпіре бермей кет жолымнан, бәріне адам кінәлі. Сенбе адамға. Адам ұйықтап жатыр, сана ұйықтап жатыр, жүрек ұйықтап жатыр. Ұйықтай ғой. Тұр адам баласы. Алаңдауын қараш. Оян деймін адам. Жоғал деймін саған, оянбайды бәрібір. Әрі жүр. Қалғып кеткен қоғам, не қарекет одан? Аузында ажалдың ұйықтап жатқан надан. Адам қанған жоқ па әр ұйқын, ұйықтайтын бар не сыйқын? Өңшең қиқым қалғып кеткен ол мәңгілік. Қалғымаған тек рух. Рух? Айта көрме оны тек, ұйықтай тұрсын көбірек. Оян рух, оян жан, оян сана, оян адам, қанға бет боялса да. Оян жүрек жүгірсін тамырға қан. Мәңгілік өмір берді тәңір саған. Есіңді жи, тезірек жаңалжыған. Балқырыңнан шағады заман жылан. Ұйықтай берсең, көзіңді ояр кәззап. Оян адам, оян рух, оян қазақ.
шүкір. Залым жылан ирелеңдеп ілінет қылып қалды. Алты заманның шапаға көрінген екен ғой. Ақ байрағы желбіреп әділеттің. Енді бізге адасуға болмайды, себебі алдымызда алаштың жолы. Балалар, бұл жол басы даналыққа, келіңдер түсіп байқап қаралықта. Бұл жолмен келе жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалық па? Даналық, өшпес шарық, кетпес байлық. Жүріңдер, іздеп тауып алалықта. Үлгі айтып жұрт сүйетін қайда билік, әншейін ермек етем сөйлеп біліп. Андардың осы үстінен бөтен емес, түзілген кейбір жұртқа әкімшілік. Тауысы алман дүние кебінін санап, әкім аз іс ететінін әділ қарап. Залымдар айран ішіп аман кетіп, момындар тұтылып жүр шелек жалап. Иттерге таласа да шараса да, әйтпесе ит әдетінен адаса да. Дос болған адамдарға қарап тұрсақ, биікпен тең де болмас аласаны. Сүйектей арасына дүние түссе, иттерден олар артық таласады. Бұл сөзді біреу ұқпай, біреу ұқты. Айтайын бұл мағына мұнан шықты. Қорыққанда бір адамнан жаман ойлар, дүниеде ешкім жоқ дер содан ұқылар. Досың көп тірегімен амандықта, түлкідей сөз беретін жарға шықпа. Әр істе амандықта қайрат салып, мүжейді сүйгінді жамандықта. Ойлама, шын достарым мол екен деп, сөзіне ере берме жол екен деп. Досында қиын іске қайрап тұрған, білгейсің, шын дұшпаны сол екен деп.